Хейо, сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Аял Wings. Достар, бүгінгі видео бізде іш пысқанда не істеуге болатыны жайында идеялар болатын. Мен сіздерге арнап біраз идея дайындаған болатынмын. Ендеше мен видеомды көп созбай бастаймын. Ал сіздер тамашалаңыздар. Күндеріңізді прям күшті етіп өткізгілеріңіз келсе, ең алдымен ерте тұрудан бастап, уақыттарыңызды бостан-босқа ұйқыға емес, именно ерте тұрып, күшті мен айтатын дүниелерді жасауға құртыңыздар. Бір нәрсе пісіріп үйреніңіздер, яғни YouTube желісінен болсын, немесе өздеріңіздің қолдарыңызбен әртүрлі тәттілер, немесе тағамдар пісіріңіздер. Бұл просто так пайдалы, әрі сіздердің уақыттарыңыздың тектен-тек кетпеуіне, іштеріңіздің піспауына әсер етеді. Міндетті түрде бет күтімімен айналысыңыздар. Еріншектікке мүлде салынбаңыздар. Яғни сол арқылы осы жас кезеңізден бастап беттеріңізді күтіңіздер. Әртүрлі пенкалар жағыңыздар, умывалка, крем, маска. Бар уақыттарыңызды бағалап, көп уақыттарыңызды отбасыларыңызға бөліңіздер. Бірге ескі альбомдар қараңыздар, бірге әртүрлі ойындар ойнаңыздар, әртүрлі уақыттарыңызды қызықты етіп өткізуге тырысыңыздар. Білесіздер ме? Өздеріңізбен сөйлесу бұл да өте пайдалы. Яғни өздеріңізбен бірге айнаға барып, әртүрлі мінездеріңізді талқылаңыздар, бүгінгі өткен күндеріңізді талқылаңыздар, әртүрлі жоспарларды өзіңізбен талқылағандарыңыз өте жақсы. Өйткені сіздің жан досыңыз тек өзіңіз. Йогамен, тренировкамен айналысыңыздар, бұл өте пайдалы болып келеді. Яғни йога арқылы медитация жасаңыздар, әртүрлі өздеріңізді қалыпқа келтіріңіздер, әртүрлі тренировкалар жасаңыздар, преске мысалға, немесе не қалайсыздар, соған арналған тренировкалар жасап, уақыттарыңызды тектен-тек жібермеңіздер. Просто так жатқанша неге драма, немесе өздеріңіздің жанрларыңыздан аниме, немесе Netflix-тің сериалдарын көрмеске мысалы, Netflix-тің фильмдерін көрмеске мысалға, әртүрлі телевизордан фильмдер көріңіздер. Фильм көру өте просто так супер. Ішіңіз прям пысса, онда үйге музыкамен бірге уборка жасасаңыздар өте керемет болады. Яғни уборка жасап үйге де өздеріңізге де біраз атмосфера беретін болады. Үйді тазалық, бір жағынан үй тазаланатын болады, бір жағынан уақыттарыңыз текке кетпейтін болады, бір жағынан тазалық өте керемет. Өзіңізге бір күн арнаңыздар, яғни өздеріңізбен бірге бір күн болыңыздар, яғни бірге серуендеңіздер, бірге уақыт өткізіңіздер, бірге тамақтаныңыздар, күшті бір ерекше фильм көруге өздеріңізбен бірге уақыт өткізіп, ванна қабылдап, өте керемет күн өткізіңіздер. Адамның іші не үшін пысады? Яғни бос уақыты болғаннан кейін пысады да. Сол үшін де бос уақыттарыңызды пайдаланып, көптен бері жинай алмай жүрген болсаңыздар, полкаларыңызды жинап тастауларыңызға кеңес беремін. Почему бы нет? Так что полкаларыңызды жинап, реттеп қойыңыздар. Көптен бері телефоныңызға қарай алмай жүрсеңіз, телефонның ішін тазалап тастасаңыздар, өте полезно болады. Чтобы сіздер ертеңгі күнге памяттарыңыз болады да. Сол үшін телефонды да бос уақыттарыңызда тазалап тастауларыңызға болады. Өте пайдалы блогерлердің блогтарын көріңіздер, яғни сіздерге кеңес беретін, немесе өте бір пайдалы жағынан сіздер білмейтін дүниелер болса, соның жұмыс кезі немесе сабақ кезі болғандықтан да көбілеріңіздің ұйқыңыз қанбай жүргені анық. Сондықтан пайдаланып, ұйықтап алуларыңызға әбден болады. Демалыңыздар. Өздеріңіздің комнаталарыңызда немесе бөлмелерді әртүрлі ерекше аксессуарлармен, немесе әртүрлі заттармен, сувенирлермен, әртүрлі фотолармен әдемілеп, әрлеп қойыңыздар. Бұл өте керемет болады. Бос жатпай тіл үйренсеңіздер болады. Тіл білген артық етпейді, сондықтан да міндетті түрде словар жаттаңыздар. Сабақтар, қосымша уроктар көріңіздер. Яғни әртүрлі сабақтардың түсіндірмелері өзіңіз түсінбей жүрген пән болса, интернетте десеңіз бәрі бар, соларды көріп түсініп алсаңыздар болады. Сурет салуға да болады. Яғни қолдарыңыз бос кезде әдемілеп сурет салып, оларды қабырғаға іліп қойып, немесе әртүрлі эстетикалық фотолар салып, аниме жанрындағы фотолар салып, сурет салумен айналыссаңыздар болады. Әртүрлі интернет желілерінен болсын, стрелка қалай сызуға болады, немесе боянып үйреніңіздер. Мысалға жаңадан боянып үйреніп бастасаңыздар, оны ары қарай жетілдіріп, қалай дұрыс бояну керек. Соны көріп, интернет желісінен әртүрлі ерекше танымал адамдардың бояну стильдерін көріп, өздеріңізге ұнайтын солардың бояну стиліндегі видео уроктарын көрсеңіздер болады. Өз қолыңызбен сыйлық жасап, өздеріңіздің жақындарыңызды, достарыңызды, немесе
әртүрлі таныстарыңызды қуантуға болады. Почему бы нет, өздеріңіз жасап, солай мереке болмаса да жасап берсеңіздер, олар өте қатты қуанатын болады. Өздеріңізді просто так төменшіктете бермей, жоғарылатып Pinterest girl болыңыздар. Яғни қазіргі таңда Pinterest girl сияқты жүрген, эстетик girl, яғни солай әдемі болып, өздеріңізге қарап, түсіріп, ештеңеден ұялмай, өздеріңізбен өздеріңіз көп уақыт өткізсеңіздер, бұл да өте таптырмас құрал. Киімдеріңізді киіп алып, әдеміленіп алып, жаңа бармаған жерлерге барып, өздеріңіздің уақыттарыңызды прогулкамен өткізіңіздер. Яғни кішігірім барып көрмеген жерлерге барыңыздар, демалыңыздар, қыдырыңыздар, парктың ішіне барыңыздар, кітап оқыңыздар. TikTok аккаунттарыңыз бар деп ойлаймын, жоқ болса ашып, өздеріңіз ғана көретіндей егер ұяламын десеңіздер, бірақ TikTok түсірсеңіздер, бұл да өте керек. Бірақ қызықты болады, яғни уақыттарыңыз өте күшті болып кетеді. Әртүрлі би билеп үйреніңіздер, яғни өздеріңіздің сүйікті кей-поп жанрында болсын, немесе әртүрлі жанрлардағы билерді билеп үйреніңіздер. Өздеріңіздің сүйікті топтарыңыздың, немесе айдолдарыңыздың, немесе әншілеріңіздің, бишілеріңіздің билерін қайталап билеп үйренсеңіздер, келешекте керек болады. Өміріңізге өзгерістер алып келіңіздер, яғни өмірлеріңізді өзгертіп біліңіздер, бұрынғы жасамаған нәрселерді жасап, яғни өздеріңізге өзгеріс алып келіңіздер. Уақытты барынша қызықты етіп өткізу үшін іштеріңіз қатты пыса караоке айтыңыздар. Яғни музыканы караокеді бақыртып қойып, немесе караокеге барып айтсаңыздар болады. Егер де ондай жағдайларыңыз болмаса, үйде караоке ұйымдастырып, өте күшті уақыт өткізулеріңізге болады. Сүйікті әншілеріңіздің концерттеріне бара алмай жүрсіздер ме? Онда неге үйде онлайн концерт ұйымдастырмасқа? Жандарыңызға өздеріңіздің ішетін жейтін нәрселеріңізді алып келіп алып, онлайн концерт ұйымдастырыңыздар. Почему бы нет? Прям күшті, өте күшті әсер аласыздар. Бос уақыт, іш пыстырарлықтай өмірден қарағанда, достарыңызбен бірге уақыт өткізген өте керемет. Мысалға, дорама бірге көріңіздер, құрбыларыңызбен ночевка өткізіңіздер, түн өткізіңіздер, яғни бір-бірлеріңізге қонуға барыңыздар, немесе әртүрлі нәрселер пісіріңіздер. Барынша достарыңызбен әртүрлі ойындар ойнаңыздар, барынша достарыңызбен уақыт өткізіңіздер. Инстаграм жүргізіңіздер, әртүрлі фотоларға түсіңіздер. Бұл да уақытты құрдан құр өткізудің емес, өте пайдалы өткізудің бір жолы. Кітап оқып тастасаңыздар, бір кітапты алып, интернеттен алсаңыздар болады, өздеріңізге ұнайтын, немесе кәдімгі өздеріңіздің қолдарыңызда бар кітаптарды оқып, соларды бітіру, сондай миссия қойыңыздар, соларды бітіріп, кітаптың ішіне кіріп, солай оқысаңыздар, уақыттарыңыз өте пайдалы өтеді. Әртүрлі елдердің сіздерге өте қызық екенін мен білемін. Мысалға маған да қызық, бірақ бізде қазір саяхаттайтындай жағдай болмаса, мүмкін сіздерде бар шығар, кейбір адамдарда ондай мүмкіндік болмайды. Мысалға, қазіргі таңда оқушы болғасын мен де жоқ. Сондықтан да онлайн саяхат жасауға неге болмасқа? Почему бы нет? Так что Google'дан просто так карталардың несін көріп, әртүрлі жерлерді жазып, интернет бәрін шығарып береді, солардың қалаларын көріп, қандай жерде қандай нәрсе бар, соның бәрін көрсеңіздер, өте күшті саяхат болады. Қызықты. Итак, сонымен достар, менің бүгінгі сіздерге дайындаған 30 кеңесім аяқталды. Менің ойымша бұл видео сіздерге пайдалы бола білді деп ойлаймын. Егер видеоны ұнаса лайк басып, менің арнама тіркеліп, колокольчикті де баса салуды ұмытпаңыздар. Комментарийға да өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сіздер не ойлайсыздар? Тағы да уақытты қалай қызықты етіп өткізуге болады. Сіздермен бірге болғанмен аяулымын. Сонымен келесі видеода кездескенше